Баршаңызға сәлем. Арнаға қош келдіңіздер. Видеоны көрмей тұрып лайк басып, тіркелу батырмасын баса кетіңіз. Жасыру мүмкін емес болып кетті. Дина Төреәлі жақсы жаңалығын көпке жария етті. Танымал әнші Төреғали Төреәлінің отбасында тағы бір қуанышты жағдай орын алуда. Жақында ғана үлкен қарындасы Фариза Төреәлі тұңғышын дүниеге әкелсе, енді кіші қарындасы Дина Төреәлі қалың көпшілікке аяғы ауыр екенін жария етті. Дина Төреәлі жақында алғаш рет ана атанбақ. Блогер Ару бұл қуанышты жаңалығын Instagram парақшасында жариялады. Ол көпшілік назарына ішін ұстап түскен суреттерін ұсынып, елдің ыстық ықыласына ие болды. Раббымның қалауымен жүрегімнің астында тағы бір жүрекші соғуда деп жазды Дина. Төреғалидің қарындасы аяғы ауыр екенін жасыру мүмкін болмай кеткен соң, көпке жария етуді жөн көрген. Ары қарай жасыру мүмкін емес болып кетті. Жақсылықты бөліссең көбейет деген бар. Сол себепті сіздерге айтып жатқан жайым бар. Армандап жүрген жандардың барлығына жұғысты болсын деп жазды ол. Айта кетейік, бұған дейін желтоқсан айының басында Фариза Төреәлі көпшіліктен сүйінші сұрап, тұңғышын дүниеге әкелгенін хабарлаған болатын. Бірақ желі қолданушылары суррогат ана туып берген ғой, сіңілісі Дина туып берген сияқты деген жалған қауесетпен көре алмаушылық сөздер айтқан еді. Дина көпшілік назарына ішін ұстап түскен суреттерін ұсынып, елдің ыстық ықыласына ие болды. Көпшілік ал енді сайраңдар Фариза өз емес, Дина туып берді дегендер. Ел сенбей қалмасын деп салып жатсыздар ма? Дина осылай көрсетіп қой, ертең жеңгең туды деп жүрмесін деген әзіл аралас пікір жазса. Енді бірі, аман есен босанып алыңыз. Қандай тамаша, құтты болсын. Бақытты болыңдар деп жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Сіздерде өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді қалдыра кетіңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіз құрметті көрермен.